Баршаға сәлем. Бүгін 160 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы секунд. Бұл сабақта секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеуді үйренеміз. Бірінші есеп сағаттардағы көрсетілген уақыттата. Бұл суретте кестеде берілген күндіз және түндегі уақыттар берілген. Міне біріншісінде күндізде 12-ден 15 өткен, екіншісінде 2-ден 45 минут өтіпті. Күндіз 2-ні біз 14 сағат 45 минут деп айтамыз. Ал үшіншісінде 9 сағат 10 минут берілген күндізгі. Одан кейін түндегісі 3-тен 20 минут өтті. Бұл өзі айтылады, 3-тен 20 минут өтті деп. Ал екіншісінде 9-дан 30 минут өткен екен. Бұны біз 21-ден 30 минут деп айтамыз түндегіні. Ал және 11-ден 40 минут өтіпті. Бұл 23-тен 40 минут өтті деп айтылады. Бірінші есепті дәптерге осылай жазып қоямыз. Күндіз деп 12 сағат 15 минут, 14 сағат 45 минут, 9 сағат 10 минут деп. Түндегісін 3 сағат 20 минут, 21 сағат 30 минут және 23 сағат 40 минут деп. Екінші есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте деген 3 сағат 15 минутты біз 3 сағатты минутқа айналдырып аламыз. Ол 180 минут болады. Оған 15 минутты қоссақ 195 минут. Қалғандарында солай орындаймыз. Дәптерге осылай жазып қоямыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеп. Міне екіншісі 160 минут екен. Бұны сағатта және минутта өрнектегенбіз. 160-ты 2 сағат 40 минут дедік. 4 сағат 50 минутты 290 минут. 5 сағат 35 минут 335 минут. 7 сағат 40 минутымыз 460 минут. 190 минутымыз 3 сағат 10 минут. Үшінші есеп. Кейбір сағаттардың минут және сағат тілдерінен басқа секунд тілі бар. 1 минутта секунд тілі сағаттың циферблатын толық айналады. 1 минутымыз 60 секундқа тең. Сен жаймен 1 дегенде 1 секунд өтеді. Енді сен уақытты секундқа дейін дәл анықтай аласың. Бұл секунд өлшеуіш, мына жердегі суреттегі міне. Яғни минуттың да тілінен ұзынырақ болады. Әсінде мына сағаттарға қара, уақытты секундқа дейінгі дәлдікпен айт дейді. Демек, мына жерде сағат тілі 3-те тұр, минут тілі 11-де тұр. Бұл 3 сағат 55 минут деген сөз. Ал секунд тілі міне жіңішке қызылмен белгілеген, ол 4-те тұр, ол 20 секунд. Демек, мына жерде 3 сағат 55 минут 20 секунд. Ал мына жерде 1 сағат 25 минут 45 секунд. Үшіншісінде 3 сағат 35 минут 10 секунд. Үшінші есептің бысында сен 30 секундта, 60 секундта неше сөз оқитыныңды анықта. Неше секундта 5 қадам аттайсың. Үшінші есептің А, Ә және Б тапсырмаларын дәптерге осылай жазып қойдық. Асында кітапта берілген сөз жазамыз. Әсінде 14 сағат 55 минут 20 секунд, 13 сағат 25 минут 45 секунд, 15 сағат 35 минут 10 секунд. Сағаттарын көрсетіп тұрған уақытын жаздық. Бысында 30 секундта 55 сөз, 60 секундта 110 сөз, 5 секундта 5 қадам аттаймыз деп жазып қойдық. Төртінші есеп А. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. 2 минут 15 секундта секундта өрнектеуіміз керек. 1 минутта 60 секунд болса, 2 минутта 120 секунд болады. 120-ға 15-ті қоссақ, 135 секунд. Қалғандарында дәл солай орындаймыз. Дәптерге осылай жазып қойдық. 2 минут 15 секундымыз 135 секунд, 3 минут 30 секундымыз 210 секунд, 5 минут 42 секундымыз 342 секунд, 68 секундымыз 1 минут 8 секунд, 140 секундымыз 2 минут 20 секунд болады, 162 секундымыз 2 минут 42 секунд болады. Бұл жерде біз 1 минуттыңда 60 секундқа тең екенін ескеруіміз керек. Төртінші есептің әсі сұрақтарға жауап бер. 10-ға, 30-ға, 60-ға дейін санау үшін саған неше секунд уақыт керек? 120 секундта неше мысал шығарасың? 10-ға дейін санау үшін 10 секунд, 30-ға дейін 30 секунд, 60-ға дейін 60 секунд керек болады, егер 1 дегенде біз 1 секунд өтетін болса. Ал 120 секунд, яғни 2 минутта 2 мысал шығарамыз деп жаздық. Бесінші есеп, есептерді шығар. А. Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан би үйірмесіне және 3 күн 50 минуттан қолөнер би үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте.
Есептің қысқаша берілуін жазып аламыз. Би үйірмесіне 40 минуттан 2 күн екен, қолөнер үйірмесіне 50 минуттан 3 күн қатысады екен. Барлығы неше сағат, неше минут? Шешуін табу үшін біз өрнек құрастырамыз. 40-ты 2-ге көбейтіп, оған 50 мен 3-тің көбейтіндісін қосамыз. Яғни 40-ты 2-ге көбейтсек 80, оған 50-ді 3-ге көбейтсек 150, екеуін қосатын болсақ 230 минут. 230 минутымыз 3 сағат 50 минут болады. Жауабы: Назым аптасына 3 сағат 50 минут уақытын үйірмелерге жұмсайды. 5-ші есептің әсі: Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен және тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауабын минут және секундпен өрнекте. Метромен 8 минут, жаяу 5 минут жүрген, барлығы неше минут жүрді? Бұны табу үшін 8-ге 5-ті қосамыз, 13 болады. Ал 13 минутты біз секундпен өрнектейтін болсақ, 13-ті 60-ға көбейтеміз, 780 секунд болады. Демек, жауабы барлығы 13 минут немесе 780 секунд жүреді. 5-ші есептің Б-сы: теледидарда мультфильм сағат 15:40-та басталып, 15:50-де аяқталады. Мультфильм қанша уақытқа созылды? Жауабын секундпен өрнекте. Басталды 15 сағат 40 минутта, аяқталды 15 сағат 50 минутта, созылды неше секунд? Бұның шешуін табу үшін 15 сағат 50 минуттан 15 сағат 40 минутты азайтамыз, 10 минут қалады. Ал 10 минутты секундқа өрнектейтін болсақ, 10 минутты 60-қа көбейтеміз, 600 секунд болады. Жауабы: мультфильм 600 секундқа созылды. 6-ші есеп: амалдарды орында. 6 минут 40 секунд қосу 34 секунд дейді. Бұны секундта өрнектеуіміз керек. 6 минут 40 секундты секундпен өрнектеп аламыз. Яғни бұл 6 минутымыз 360 болады. Оған 40 секундты қосатын болсақ, 400-ге 34 қоссақ, 434 секунд болады. Қалғанды дәл солай орындаймыз. Біріншісін дәл қазір ауызша айтып кеткенде жаздым. 6 минут 40 секунд қосу 34 секунд тең болады 434 секунд дедік. Бұл жерде мен минутты секундпен өрнектеген, оны қызыл сиямен үстіне жазып қойдым. Мысалы, 6 минутымыз 360 секунд болады. Екіншісінде 5 минутымыз 300 секунд болады. Оған жанында тұрған секундты қосамыз, 330 секунд болады. 330 секундтан 90 секундты азайтсақ, 240 секунд. 90 секундқа қосамыз 1 минут 30 секундты, 1 минутымыз 60 секунд болады. Оған 30 секундты қоссақ 90, 90-ға 90, 180. Кейінгілерді солай көбейтіп жалғастырамыз. 50 секунд 4-ге көбейтсек 200 секунд, 3 минут 20 секунд 4-ге бөлсек 50 секунд, 40 секунд 2-ге көбейтсек 80 секунд. 7-ші есепте 910-нан 310-ды азайтамыз, бұл 600-ге тең болады. 606-ға бөлсек 100. 930-ды 30-ға бөліп 4-ге көбейтуіміз керек, бұл 124-ге тең. 360-ға 180 мен 6-ның бөлімдісін қосуымыз керек, бұл 390-ға тең болады. 360-қа 180 қосақ 540, 16-ға бөлсек 90. 620-ға 190 қосақ 810, 19-ға бөлсек 90. 65-ке қосамыз 650 мен 5-тің бөлімдісін, бұл 130-ға тең. Оған 130-ға 65-ті қоссақ 195-ге тең болады. 8-ші есептерді шығар. А. Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған жамбы ату сайысына 18 адам, теңге ілу сайысына одан 2 есе артық адам қатысты. Ал жамбы ату мен теңге ілу сайысына қанша адам қатысса, сонша адам аударыспақ сайысына қатысты. Аударыспақ сайысына неше адам қатысты? Есептің берілген қысқаша жазып алдық. Жамбы атуға 18 адам, ал теңге ілу адамына одан 2 есе артық екен. Ал аударыспақ сайысына жамбы ату мен теңге ілу сайыстарына қанша адам қатысқан болса, сонша адам қатысыпты. Біз енді аударыспаққа қанша қатысқанын табуымыз үшін әуелі теңге ілуге сайысына қанша адам қатысқанын тауып алуымыз керек. Ол үшін 18-ді 2-ге көбейтеміз, 36 адам қатысқан. Енді 18-ге 36-ны қоссақ 54 шығады. Бұл аударыспақ сайысына қатысқан адамдардың саны. Демек, жауабы аударыспақ сайысына 54 адам қатысты. 8-ші есептің әсі: Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған көкпар сайысына елімізден әрқайсысы 15 адамнан құралған 5 команда келді. Көрші Қырғыз елінен әрқайсысы 15 адамнан құралған 2 команда қатысты. Көкпар сайысына барлығы қанша спортшы қатысты? Есептің берілгенін қысқаша жазып аламыз. Елімізден 15 адамнан 5 команда, Қырғыз елінен 15 адамнан 2 команда, барлығы неше спортшы? Бұны табу үшін өрнек құрастырамыз. 15-ті 5-ге көбейтіп, оған қосамыз 15 көбейту 2-ні. 75-ге 30-ды қоссақ 105. Демек, жауабы көкпар сайысына барлығы 105 спортшы қатысты. 9-ші есеп: теңдеулерді шеш.
294 азайту x тең 27 көбейту 3. Бұл жерде теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 27-ні 3-ке көбейтсек 81 болады. 294 азайту x тең 81 деп жазып, x-ті табамыз. X-ті табу үшін 294-тен 81-ді азайтамыз. X-іміз 213-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 294-тен 213-ті азайтатын болсақ 81, ал 27-ні 3-ке көбейтсек те 81, 81, 81-ге тең болады. Кейінгісі y азайту 230 тең 110 қосу 265. Тағы да оң жағын бірінші орындап аламыз. 110-ға 265-ті қоссақ 375. Ал y-ті табу үшін 375-тен 375-ке 230-ды қосамыз. Y-іміз 605-ке тең. Орнына қойып есептейміз. 605-тен 230 азайтсақ 375, 110-ға 265-ті қоссақ 375. 375, 375-ке тең. Кейінгісі 5 көбейту x тең 150 бөлу 3. Бұл жерде 5x-тің өзін жазып, 150-ді 3-ке бөлсек 50 болады. 50 деп жазып аламыз. Ал x табу үшін 50-ді 5-ке бөлеміз. X-іміз 10-ға тең. Орнына қоямыз. 5-ті көбейтсек 10-ға 50. 150-ді 3-ке бөлсек те 50, 50, 50-ге тең. 60 көбейту y тең 900 азайту 420. 900-ден 420-ны азайтсақ 480 болады. Ал y-ті табу үшін 480-ді 60-қа бөлеміз. Y-іміз 8-ге тең. Орнына қойып тексереміз. 60-ты 8-ге көбейтсек 480, 900-ден 420-ны алсақ та 480, 480, 480-ге тең. 10 есеп. Барлық қонақтарда сағат бар. Сәуленің сағаты 25 минут алда, Арманның сағаты 1 сағат артта. Ләззаттың сағаты 50 минут алда. Тек Дәулеттің сағаты ғана дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қонақтардың әрқайсысының сағаты қандай уақытты көрсетіп тұрғанын анықта. Міне жерде бізге кесте берілген. Дәулеттің сағаты күндізгі 12-ні және күндізгі 14-те 30-ды көрсетіп тұр. Бұл жерде Сәуленің сағатын, Арманның сағатын, Ләззаттың сағаты қай уақытты көрсетіп тұрғанын жазып шығуымыз керек. Сәуленің сағаты 25 минут алдында болса, Дәулеттің сағаты 12 көрсеткенде, 12-де 25, 12 сағат 25 минутты көрсетеді. Ал Арманның сағаты 1 сағат артта болғандықтан 12 болса, 12-ден 1-ді азайтамыз, 11 сағатты көрсетіп тұр. Ләззаттың сағаты 50 минут алда екен, демек 12-де 12 сағат 50 минутты көрсетіп тұр. Екіншісі 14-те 30-да, Сәуленің сағаты 25 минут алдында болса, 14-те 55 минутты көрсетеді. Ал Арманның сағаты 13 сағат 30 минутты көрсетеді. Ләззаттың сағаты 15 сағат 20 минутты көрсетеді. Осымен бүгінгі 160-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.